Қайырлы күн. Бүгін балалардың жақсы көріп жейтін кексін пісіреміз. 4 штук жұмыртқаға бір кесе қант қосып, жақсылап қанты ерігенше араластырамыз. 250 грамм сүт қосамыз. Жақсылап араластырып, үстіне 150 грамм сұйық май қосамыз. Жақсылап араластырып, ұнның үстіне рәсірі қосамыз. Жақсылап араластырып, сұйықтығымызға ұнды қосып, жақсылап араластырып, формаларға қиып шығамыз. Форма қатты толмау керек, орташа болу керек. Осындай әдемі кекстер шықты, жұмсақ болып піседі. Балалар өте жақсы жейді. Сіздер де жасап көріңіздер. Маған комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге аз болса жасап көріңіздер.